Саламатсыздар ма, студенттер? Бүгінгі онлайн сабағымыз бастаймыз. Бүгінгі тақырыбымыз футбол ойынында топты тебуге арналған әдістер. Сабақтың мақсаты футбол ойыны кезіндегі допты тебу, үйрету, түсіндіру және топты тебу әдістерін, қимыл қозғалыстары мен жылдамдықтарын дамыту. Ұжыммен жұмыс жасай алуға тәрбиелеу. Жалпы дамыту жаттығуларын жасаймыз. Жасамас бұрын үй жағдайларында қауіпсіздік ережелерін еске түсіріп алайық. Біріншіден, жаттығу жасау үшін арнайы орынды таңдап аламыз. Екіншіден, орынды таңдаған кездегі сол жердегі бөгде заттардың болмауын қадағалау. Үшіншіден, дене қыздырынбай жаттығуларды бірден орындамау. Және соңғысы, спорттық киімнің ыңғайлы болуын ескеру. Жалпы дамыту жаттығуларын бастаймыз. Біріншіден, бір орында тұрып жүгіру. Яғни бір минут көлемінде бір орында тұрып жүгіреміз. Аяқ пен қолдың үйлесімдігі бірдей болу қажет бұл жерде. Екінші, қолды белге қойып, мойынды толық оңға және солға айналдырамыз. Әр жаттығу екі-екіден қайталаймыз. Әр жаттығуды. Үшінші, иықты алдыға және артқа айналдыру. Төртінші, белді оңға және солға айналдыру. Әр жаттығуды екі-екіден қайталаймыз. Бесіншіден, тізені ішке және сыртқа айналдыру. Әр жаттығуды екіден қайталаймыз және біріктіріп, оңға және солға тізені айналдыру. Қолды алдыға созып, 10 рет отырып тұрамыз. Жалпы дамыту жаттығуларын аяқтаған соң, бүгінгі негізгі тақырыбымыз футбол ойынында допты тебуге арналған әдістерді көреміз. Және бұл жерден видеороликпен тамашаласақ болады. Бұл жерде топты тебу әдісі табанның үсті жағымен, сыртымен және ішкі жағымен аяқтың. Және де соңғы әдіс табанның ұшымен тебеміз. Тебу әдістері бар. Тебу кезінде тіреуіш аяқты доптың жанына өте қатты қоймаймыз. Және тіреуіш аяқтың қисық тұрып қалуы, ыңғайсыз тұрып қалмауын қадағалаймыз. Тіреуіш аяқ неғұрлым доптың жанында тұруға тиіс, 10-15 см ара қашықтықта. Және допты тебу әдісі аяқтың үстіңгі жағымен бұл жерде көтеріп тебеміз. Мінекей көріп отырсыздар, тебу барысында тіреуіш аяқты доптың жанына қойған соң, тізені бүгіп, тебу аяғымен бар жылдамдықпен тебеміз. Және осы әдіс бойынша допты айналдыра тебеміз. Топтың бағытын өзгерту арқылы, яғни қарсыласты алдау мақсатында. Екінші әдіс, топтың сыртымен тебеміз. Топты аяқтың сыртымен тебеміз. Яғни бұл әдісті жасау үшін көп жаттығу қажет. Тебу барысында доптың астыңғы жағына және сәл шет жағынан тебеміз. Яғни айналдыру несі. Бұл әдісті орындау өте қиын. Сонымен жалпы сабағымыз осымен аяқталды. Сіздерге үйге тапсырма. Бірінші, топты тебудің қандай әдістері тиімді. Екіншіден, футбол ойынының ережелерін ата.